Сәлем дейтелер, байланыста қуаныш ағайларың. Бұл видеоны мен сендер үшін арнайылап жазып отырмын. Өздерің түсінгендей, бізде осы 2025-26 оқу жылына арнап, яғни 26 жылғы қаңтар, наурыз, нағыз ұбт-ларына арнап, жаңадан тест спецификациясын шығарды. Бізде ұлттық тестілеу орталығы, и соны бүгін қазір қарайтын боламыз. Яғни ішінде қандай өзгерістер бар, қандай жаңашылықтар бар, не нәрсе келмеуі мүмкін, не нәрселер келеді деген заттардың барлығын осы видеода айтып өтетін боламыз. Ал егер де мен танымайтын оқушылар болса, есімім Қуаныш Алиев. Осы химия саласында, ұбт саласында 7 жылдық тәжірибем бар. Междунами химия курсының негізін қалаушы, және междунами химия курсы деген не десек, ол 6800 плюс оқушы оқып бітірген, және де 2024-2025 нағыз ұбт-ларда ең алғашқы болып 50-ден 50, яғни рекордтық химиядан 50-ден 50 нәтижелер тек бізде ғана шыққан. Так, ендеше кеттік. Давайте бастайық. Так, мынаяқта қарап отырсыңдар, міне осы файл химия пәні бойынша ұлттық бірыңғай тестілеуге арналған тест спецификациясы 2026 жылдан бастап қолдану үшін. Яғни бізде қаңтар ұбт уже 2026 жыл Новый год болады, содан кейін қаңтар ұбт-ларың басталады. Вот қаңтар, наурыз, нағыз ұбт-ларға арналған осы тест спецификациясы. Енді қараңдар, жаңашылдық неде десеңдер, өткен жылғы тест спецификациясы ол мынандай тұғын. Яғни мына жақта бізде бөлім берілген, көрдіңіздер ғой? Бөлім берілген, и мына жаққа бізге оның несін берілген, оның тақырыптары ғана берілген. Яғни нақты емес. Бұл негізінен тақырыптар емес, бұл негізінен айтсақ, бұл бөлімдер. Мынау бөлім негізі ол өте үлкен бір тараулар, яғни заттардың бөлшектері, химия және өмір деген, ол нақты қандай тақырыптар, қандай бөлім екенін бір сипаттата алмайды да. Сондықтан мына жақтағы тақырыптар ол бір примерно осыны тараумен либо бөліммен естуге болады, сәйкестендіруге болады. Яғни осындай мен өткен едік, бұл жақта нақты жазылмаған, примерно дегендер ғана жазылған, ал осы жылы осы тақырыптардың ішін ашып, оқу мақсаттары деп бізге несін берген, нақты уже келетін тақырыптарын берген екен. Енді қараңдар. Давайте осыларды сендерге талдап, примерно қай кітапта нелер бар, нелерді нақтырақ оқу керек деген нәрселердің барлығын осы сабақта сендерге айтып түсіндірейін. Бізде енді бұл уже 10 беттік болған, мынау какой-то бір 2-ақ беттік, а мынау уже 10 беттік, яғни барлығын ашып жазған. Мынаяқта қараңдар, ең бірінші, осы жылы мынаны шығармай қойды. Яғни мынау бізде химия пәні бойынша ұлттық бірыңғай тестілеуге арналған тест жоспары. Яғни қай бөлімдер ешқандай да өзгермеген, бөлімдер дәл солай, қай бөлімдерден қанша тапсырма келетіні өткен жылғы бойынша білмеймін, қалды ма қалмады ма, но тест-центр оны сайтынан алып тастапты. Мүмкін қайттан жаңадан шығартайын деп жатыр, мүмкін осыны қайттан қояды, но мен ешнәрсе білмеймін әзірге. Салатын болса, бұйырса беретін боламыз. Мына жақта қай бөлімдерден қанша тапсырма келетінді жіберіп тұр. Қазір осымен де параллельно сендерге талдап беретін боламыз. Енді қараңдар, ең бірінші заттардың бөлшектері дегеннен бізде 3 тапсырма келеді екен. 3 сұрақ келеді екен. Яғни атом құрамы және құрылысы, химиялық байланыс және зат құрылысы, химиялық элементтің периодтық заңдылығы и периодтық жүйесі дегеннен осы екеуінен общий бір 3 сұрақтай келеді екен. Енді сендерге мынау оқыту мақсаттары дегендегі тақырыптарын талдап өтейік. Атомда электрондар ядродан ары қашықтығы артқан сайын біртіндеп энергетикалық деңгейлер бойынша таралатын түсіну. Яғни бұл жақта не деп тұр? То, что қалай мынау энергетикалық деңгейлердің таралатынын айтып тұр. Яғни, ода электрондар көбірек болса, энергетик деңгейлерде көбірек болады дейді. Әрбір электрон қабатында электрон саны нақты максимал мәннен аспайтын түсіну, ол да түсінікті уже, мысалы, как там, бірінші қабатта 2 электрон, екінші қабатта бізде 8 электрон, үшінші қабатта бізде 18 электрон, төртінші қабатта бізде 32 электрон деген сияқты нелер анықтамалар, және SPDF-терде қанша электроннан аспайтындығы. Келесі заттар қасиеттерінің кристалдық тор типтеріне тәуелділігін түсіндіру, яғни кристалдық торлар келеді екен бізде. Бұл мынау сыныптары, көрдіңдер ғой, мынау сыныптары 8-ші класста екен. Келесі металдық байланыс пен металдық кристалдық тор жайындағы білімдерін қолданып металдардың қасиетін түсіндіре алу. Бұл жақта енді кристалдық торлардың ішіндегі металдық тор,
металдық байланыс бар, химиялық байланыс и металдық кристалдық тор бар. Соның арасындағы байланысты түсіндір дейді бізге. Келесі металдарға тән. В общем, бұл жақта жаңағы металдық қасиеттер бар емес, сол жақтағы металдық тор и металдық байланыстың металдармен арасындағы сәйкестік. Сол жайлы. Келесі нуклидтер мен нуклондар түсінігі бізде 10-шы сыныпта жазылған. 10-шы сыныпта көбісі осы сұрақтан кетеді. Нағыз ұбытта келген нуклидтер, нуклондар деген сәйкестендіруде көп жауаптылықта осыдан көп оқыш қадалған. Ол бізде 10-шы сынып бірінші бөлімде қателеспесем, міне атом күрделі бөлшек дейді, 6-шы бет. Атом күрделі бөлшек, и мына жақта міне нуклондар деп аталатын, міне атом ядросын құрайтын протондар мен нейтрондарды бірге не деп нуклондар деп айтады екен. Нуклон деген осы нәрсе. Ал келесі бізде нуклидтер деген, міне нуклидтер дегеніміз ол ядро заряды мен массалық саны. Ядро заряды мен массалық санды бізде нуклидтер деп атайды екен. Осыдан көп оқышы қадалған. Так, келесі табиғи қоспадағы химиялық элемент изотоптар. Изотоптарға байланысты есептер, изотоптардың қалай есеп шығарылуы, радиоактивтілік, ядролық ыдырау, тоже осы 10-шы сыныпта. Так, міне радиоактивтілік, ядролық реакциялар, энергетикалық деңгейлер, квант сандары, атомдық орбитальдар деген квант сандары, алғашқы 36 химиялық элементтің электрондық конфигурациясын жазу. Электрондық конфигурация деген екенін білетін шығармыз, жаңағы 1s2, 2s2, 2p6 дегендерін. Бұл жөнінде электрондық конфигурация деген бөлек бір сабақ бар бізде, мысалы, содан қарап алсаңдар болады. Келесі коваленттік байланыстың қасиеттері, гибридтену типтері, заттың құрылысы мен қасиеттерінің өзара байланысы, электр терістілік деген, негізі электр терістілік болған қатысты емес, но что-то қосып қойыпты. Байқаған бойынша негізі алдын ала талдап өттім, кейбір тақырыптар ол тарауға сәл қатысы жоқ ақпараттар да кіргізіліп кетіпті қателікпен. Келесі иондық байланыс, металдық байланыс, сутектік байланыс, түзілу механизмі дейді. Осылар келеді екен. Жалпы жаңадан ештеңе жоқ бұл жақта. Келесі химиялық элементтің периодтық заңы және периодтық жүйесі. Бұл жақта жаңа не ғой? Период бойынша белгілі бір нелердің қасиеттердің өзгерісі. Қасиеттер дегенде жаңағы не бар еді ғой бізде? Қайда еді мына жерде? Электр терістілік, міне атом радиусының өзгерісі, иондану энергиясының өзгерісі, электр терістілік, тотығу дәрежесі, жаңағы металдық қасиет, бейметалдық қасиет дегендер бар. В общем, Менделеев кестесі бар. Менделеев кестесіндегі элементтердің былай қарай қандай қасиеттер өзгереді, былай қарай қандай қасиеттер өзгереді, керісінше былай қарай қандай қасиеттер өзгереді, керісінше былай жоғары қарай қалай қасиеттер өзгереді, былайнан қалай қасиеттер өзгереді, былайнан қалай қасиеттер өзгереді. В общем, соның барлығы осы жақта периодтық заңдылықтың өзгерісі деп аталады жалпы мынау ше. Осы жазылған мына жерде. Ол бізде 8-ші сыныпта и 10-ші сыныпта бар дейді. Осы нелер, осы тақырыптар. Келесі осыдан жалпы не келеді? Жалпы 3 сұрақтай келеді екен. Келесі тотығы тотықстану реакциялары, электролиз, барлығымыз білеміз негізі, тотығы тотықстану тақырыптарда. И осы жерде бір плюс бір жаңа есеп келеді дейтілер. Плюс бір жаңа есеп келу керек неде. Енді көреміз, на самом деле келеді ма, келмейді ма, но негізінен келеді деп бізде жазылып тұр. Нақты таңға таңба басқандай, или тайға таңба басқандай ма, в общем, солай жазылып тұр бізде. Ол қандай тақырып? Ол міне электрондық, иондық баланс әдісі. Біз осыған дейін жай ғана қандай баланс әдісімен? Жай ғана электрондық баланс әдісімен тотықтырып жүрдік. Жай ғана электрондық баланс әдісі. Электрондық баланс әдісі деп атқанымыз жаңа не бар ғой? Типа хлор. Электролизді барлығымыз білеміз, популярный электролиздің өзінің кестесі бар. Сол бір кесте арқылы жалпы электролиздің барлық несін білуге болады, жаттап алуға, барлық реакцияларын жаттап алуға болады. Жалпы айтқанмен электролиз процесінің мәнін сипаттау, электролит ерітінділерін және балқымаларын электролиздеу, жалпы ерітінділері и балқымаларын электролиздеу, металдарды электролизбен алу әдісін түсіндіру. Осы, яғни электролиз арқылы металдарды алу,
Келесі кинетика, химиялық тепе теңдік. Так, бұл екі неден, бұл екі тақырып бір тарау керек. Химиялық реакциялардың жүру заңдылықтары дейді. Так, бұл бізде бұдан екі сұрақ келеді екен. Енді көбінесе тотығы тотықсыздану, и там біреу тотықсыздану, екіншісі либо там химиялық реакция жылдамдығы, либо химиялық тепе-теңдік, либо тепе-теңдік константасы дегендерден бір есеп келеді. Немесе біреу химиялық реакция жылдамдығы, біреу химиялық тепе-теңдік. Но химиялық тепе-теңдік өте көп келеді, сіздерге айтайын. Так, енді қайтымды және қайтымсыз реакциялар бар. Қайтымсыз реакциялар деген егер су, тұнба, газ түзілсе, ол жаңағыдай қайтымсыз. Қайтымды ол егер жаңа не істесе, олар түзілмесе, и қайттан обратно ол реакция жүре алса деген сияқты. Келесі жаңағы Le Chatelier Brown, кәдімгі Le Chatelier не ғой? Кәдімгі Le Chatelier процесі ғой. Химиялық тепе-теңдікке жаңағы температура, концентрация, қысым дегендер. Келесі химиялық тепе-теңдік күйіне және реакция жылдамдығына. Короче, реакция жылдамдығы яғни гомогенді және гетерогенді реакциялар үшін жылдамдықтың өрнегі. Бұл жаңағы не ғой? Мынау реакция ғой. Формула В тең дельта N бөлінген В көбейтілген Т. Вот осы бұл гомогенді, ал гетерогенді болса, В-ның орнына просто S, яғни аудан бар ғой, просто S осы болады. Жалпы осы реакция жағы. Келесі жылдамдығын есептеу, әрекеттесуші массалар заңы, егер 250 граммнан зат әрекеттесе, бұл 100 граммнан өнім түзіледі деген сияқты темада ғой. Келесі реакция жылдамдығына қысымның әсері, тоже химиялық реакция жылдамдығында өтіледі бізде. И гомогенді гетерогенді катализді ажырату. Ол жаңағы мысалы мынандай ғой. Қандай реакция береді? Мысалы SO2 плюс O2 тең SO3. Мысалы осы реакцияда барлық заттар бізде газ тектес болып есептеледі, бірақ бұның катализаторы ванадий экоби, сол қатты зат. Бұл не? Бұл гетерогенді катализ деген сияқты. Оның барлығы уже понятны нәрсе. Осыдан общий екі сұрақ келеді. Келесі бізде химиялық реакциялардың энергетикасы. Бұл жақтан не бар бізде? Электролиттер, ион алмасу реакциялары, тұздар гидролизі. Вот тек осы ғана. Химиялық реакциялардың энергетикасы, бұдан да екі сұрақ қана келеді екен. В общем, ол жақта не? Осы жақта как раз таки жаңағы оксидтер, қышқылдар, негіздер, тұздар, олар деген не? Олардың атаулары, олардың түсетін реакциялары, түстері, жаңағыдай агрегаттық күйлері, қатты оксид па, жаңағыдай сұйық оксид па, қызыл оксид па, қара оксид па, в общем, бәрі осы жерде. Бүкіл осы жерде. Бұның барлығы 8-ші класста жазылған. Барлығы 8-ші класста. 8-ші класста толық жазылған. Полный оксидтер, қышқылдар, негіздер, тұздар, биорганикалық қосылыстардағы генетикалық байланыс, деген сияқты олардың яғни реакциялық нелері ғой. Ол да бір генетикалық байланыс. Келесі ертіне қышқылдығы, сілтілігі анықтау и жаңағы не? Қышқылдық, сілтілік и орта бейтарап деген орталарды анықтау. В общем, тұздар гидролизінен білесіңдер ғой, Келесі күшті әлсіз электролиттер, диссоциациялану дәрежелері оның, күшті и әлсіз электролиттер. Бізде так, мыяқта не бар ма? Мыяқта орта электролиттер деген жоқ екен. Орташа электролиттер деген жоқ екен. Так, диссоциациялану дәрежесі тоже бізде. Вот осылайны. Келесі алмасу реакция теңдеулері ол жаңағы ион алмасу реакциялары. Ион алмасу реакцияларында молекулалық және иондық түрде құрастыру. Иондық түрде жаңағы қалай толық иондық теңдеу и қысқартылған иондық теңдеу. Оны білеміз ғой, Ион алмасу реакциялары, қышқылдардың ерейтін, ерімейтін негіздері, орта тұздардың химиялық қасиеттерін көрсететін реакция теңдеулерін жаңағы ион алмасу. Так, орта тұздардың гидролизі, орта тұз ерітіндісінің реакция ортасын болжау, яғни просто несін табу, қышқылдық па, негіздік па, или бейтарап па, соның ортасын анықтау, ол гидролизға жатады. Мынау металл катиондарының түсін ажырату, вот көрдіңдер ма? Көп келмейді, неше түрлі металдар келмейді, просто литий, натрий, калий, кальций, стронций, барий, купр, вот осылар ғана келеді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-ақ металл келеді, қалғандар келмейді. И сосын не бар бізде? Тұнба түстері, жалпы барлығы сапалық реакциялар кіріп кетеді. Түсі болсын, тұнба түсі, жалын түсі, разница жоқ.
Келесі, так, бұлар бізде 9 класста, иә, бұлар барлығы 9 класста. Жаңағы жалпы электролиттік диссоциация, ион алмасу дегендердің барлығы, не, мысалы, 9 сынып бізде бұл не, мектеп баспасы, не, электролиттік диссоциация, так, қышқылдардың негіздерінің тұздар электролиттік диссоциациясы, ион алмасу реакциялары, тұздар гидролизі, сосын не, биорганик қосылыстың сапалық талдауы, сапалық реакциялары, міне, осы заттардың несі, жалын түстері, сапалық реакциялар жалпы барлығы осы 9 сыныпта. Барлығы 9 сыныпта. Енді қараңдар, бұл жақта мына жақпен айырмашылығы, қараңдар, не жоқ? Не жоқ? Мына жақта жоқ нәрсе. Жоқ нәрсені айтайын деп жатырмын. Жоқ нәрсе ол қышқылдар мен негіздер теориялары. Енді мен түсінгенім бойынша бұл мына тақырып. Қышқыл негіздік теория. Қышқыл негіздік теория деген мен қазір ұмытып тұрмын қай тақырыпта екенін. Қышқыл негіздік теория. Короче, қышқыл негіздік теория деген тақырып бар бізде. Мен қазір тауып алып сендерге айтам. Қышқыл негіздік теория деген тақырып бар. Жақта емес, мынада болу керек. Міне, қышқыл негіздік титрлеу деп тұр. Так. Міне, қышқыл негіздік теория. Көрдіңдер ме? Қышқыл негіздік теория. 45-ші бет. Ол қышқыл негіздік теорияда не бар бізде? Қышқыл негіздік теорияда бізде мынандай нәрселер бар. Брэнсет Лоури, Льюис, Арениус, осы үшеуінің теориясы, яғни протондық теория, электрон жұптарының теориясы и Арениус теориясы, ол жаңа электролиттік диссоциация теориясы деген сияқты. Вот осы үшеуінің теориясы толық айтылған, өте кайф тақырыптардың бірі, бірақ ол қараңдар, мына жақта бізде даже целый тақырыптың өте үлкен бөлімнің қатарына жазылып тұрса, ал мына жақта уже қараңдар, электролиттік иондық тепе-теңдік тұздар гидролизі мынау ғана жазылған. Көрдіңіздер, мынау ғана жазылған. Вот, не, электролиттер дегеннен басталып тұр да, осы ғана жазылған. Яғни бұл жақта қышқыл негіздік теория деген жоқ. Мынау оксидтер, қышқылдардың, негіздердің дегендер мынау ол емес, бұл ол нәрсе емес. Жалпы қышқыл негіздік теория деген мына тақырыптардың ішінде де жоқ. Соған қарағанда қышқыл негіздік теория типа келмейді деген сияқты айтып тұрған сияқты. Типа менің ойымша минус бір тақырып, но в целом ол тақырып бір қатты оқымайтындай өте қиын тақырып емес, не оңай тақырыптардың бірі. И мен реально ол келмейді деп те ойламаймын. Лучше ол тақырыпты оқымағанға қарағанда оқыған жақсырақ. И новый қосылған тақырыпты, мысалы жаңа не қосылды бізде? Не? Электрондық иондық баланс әдісі бар ғой, осыны оқи салған, жаңа бір тақырып оқи салған дұрысырақ деп есептеймін. Келесі химия және өмір бұл бізде металдар мен бейметалдардың теориясы. Одан бізде 10 тапсырма келеді. 10 тапсырма ең бір маңызды бөлімдердің бірі. Көп оқушы маңызды санамайтын, көп оқушы мән бермейтін. Осыған байланысты біз тақырып өтейік десек, ешқандай оқушы қызықпайтын, бірақ почему-то ол тақырыптан 10 тапсырма келеді. Біз маңыздылығын әлі күнге шейін түсіндіре алмай келе жатырмыз оқушыға, то что металдар мен бейметалдардың теориясы бар, өте қиын теориялардың бірі. Вот соны оқу керегін. Оқушылар өте қиын дегенде оңай. Просто оқушылар оқымайды ол нәрсені. И содан бізде 10 сұрақ келеді. 10 сұрағың сендер жаңа сәйкестендіруде, көп жауаптылықта, контекстте келгендегісімен примерно бір кемі 15 балл. Сол нәрсені көп оқушы оқымайды. Вот, ол бізде жаңағы металдар мен бейметалдардың жалпы сипаттамасы, бірінші, екінші, үшінші топ элементтері, олар полный 9 класста жазылған. Полный 9 класста. И жаңағы екінші топ элементтері бөлегінен 10 сыныпта жазылған. Екінші атопшы 9 класста да жазылған. Бірақ тағы да бізде 10 сыныпта міне екінші топ элементтеріне бөлек тағы да бір тарау арнап қойған. Неге екенін білмеймін, почему сөйтіп қойған. И соны. Вот.
Келесі төртінші топ элементтері бұл жағы көміртек, кремний, германий, плюмбум, станум. Осы 5 элемент. Осы 5 элемент полный кіреді. Бұл тақырыптар бізде жалпы 8-ші сыныпта бізде көміртек жайлы толық ақпараттар берілген. 9-ші сыныпта бізде кремний жайлы толық ақпараттар берілген. И 11-ші сыныпта так, міне 11-ші сыныпта 4-ші А топша элементтері дегенде, бізге не істеген жаңа көміртек, кремний, германий, плюмбум, станум қорғасын қалайы, жаңағы Германия қорғасын қалайы осылар жайлы полный айтылған. Элемент ретінде бөлек айтылған, оксид ретінде бөлек айтылған, олардың қышқылдар жайлы бөлек айтылған, олардың тұздар жайлы бөлек айтылған, олардың табиғатта таралуы, қолданысы, минералдары, тривиалды атаулары бүкілі айтылған. Осы 4-ші А топша элементтер деген мына тақырыпта 11-ші сыныпта полный тема тақырыптар айтылған. Также 8 пен 9-да да анау-мынау айтылмаған емес, тоже біраз ақпараттар айтылған. И плюс 8-де де 2 баспа бар, 9-да да 2 баспа бар, ал 11-ші сыныпта бізде сол тек 11-ші сыныптың нешінші бөлімі ау? Бірінші бөлімі, бірінші бөлімі ау деймін, кажется. Вот, осы келесі бізде 5-ші А топша элементтері. Мына жақта бір қате кетіп қалған, күрт қышқылының жанасу әдісімен, күрт қышқылы ешқандай қатысы жоқ бұл 5-ші топқа. Опечаткаға шейін. 5-ші топқа бізге жаңағы азот пен фосфор келеді. Бұл жақта жаңағы аммиактың алынуы, өндірісте алынуы, зертханада алынуы, Габер процесі деген бар, аммиактың алынуы, Габер процесі деген бар, иә. Вот сол азот қышқылының металдармен әрекеттесу, азот қышқылының әртүрлі концентрациядағы. Вот, фосфор жайлы толық жазылған, фосфордың аллотропиялық түр өзгерістері, жаңағы ақ, қызыл, қара фосфорлар деген сияқты. Келесі 6-шы топ элементтер күкірт, полный күкірт жайлы, и өте көп оқушы просто так оқымай кететін не бар? Күкірт қышқылының жанасу әдісімен алу процесі, яғни жалпы күкірт қышқылының өндірістегі алынуы. Келесі 7-ші топ элементтері галогендер, полный галогендер осыны жазылған. Галогендер жалпы 9 пен 10-ші сыныптарда. Так, онда міне 17-ші топ элементтері, яғни жалпы 7-ші топ элементтері галогендер жақта жазылған, и 9-ші сыныптың 2 бөлімінде, 2 баспасында да полный галогендер жайлы толық ақпараттар бар. Келесі ауыспалы элементтер, жаңа Д элементтері. Д элементтерін кітаптан оқыңдар. Д элементтерін 11-ші сыныптың 2-ші бөлімі деймін, кажется. Екінші бөлімі, ол жақта ауыспалы металдар деген тақырып бар. Бірақ электрондық нұсқасында бізде ауыспалы металдар толық берілмеген. Ауыспалы металдардың полный химиялық реакциялары, мысалы купрумның қандай заттармен әрекеттеседі, қандай заттармен әрекеттеспейді, температурада қандай заттармен әрекеттеседі, қанша градуста, хром, темір, цинк, титан жайлы полный ақпараттар айтылған параграфы электрондық вариантта жоқ. Соны кітап варианттан оқыңдар, хорошо? И кешенді қосылыстар жайлы жазылған. Так, келесі көмірсутектер, полный көмірсутектер, алкан, алкен, алкадиен, алкин. Кстати, осы полный бейметалдар, металдар теориясы и органика теориялары вот полный осы біздің жаңадан шыққан кітабымызда жазылған. Бүкіл 200 беттік кітап. Осы жақта полный бейметалдар, металдар, органика теориясы осы кітапта жазылған. Енді қараңдар, не үшін маңызды? Потому что міне химия және өмір деген жаңа металдар, бейметалдардан 10 сұрақ келеді сендерден, химия және қоршаған ортадан 9 сұрақ келеді сендерден. И контекст тоже бізде теориядан алынады, яғни заттар жасырып келінеді, көк түсті, ақ, тұнба, осындай деген сияқты. Ол да плюс 5 балл. Яғни сендер бейметалдар, металдар, органиканы оқымасаңдар, няқтан жаттамасаңдар, потому что барлығы сүзіліп, керек деген нәрселердің барлығы артық сөзсіз кітапта түсіндіріліп тұрған нәрселерді біз жаңағыдай сығып, дұрыстап ауызекі тілмен түсіндіріп, осының ішіне кіргізгенбіз. Сондықтан осы кітапты алмасаңдар, оқымасаңдар, бұл кітап бізде курсқа тіркелгендерге ғана беріледі. Сонда сендер қанша 10 плюс 9, 19, плюс жақтан 5, 24 сұрағың біз уже есептеп қойғанбыз, ол кемі 33 балл. Яғни 50 балдың 33 баллын сен тупы біздің видео сабақтарымен мына кітапты оқымай минимум 33 балдан айырылып қаласың. Минимум 33 балдан есе қаласың.
айырылып қаласың. Сондықтан жаңағы химиялық тепе теңдікті оқыдым, химиялық реакция жылдамдығын, атом құрылысын білем, жаңағыдай как там электротелістілік деген не екенін білем дегеннен пайда жоқ. Өйткені олардан міне 3-2-2 общий житақ тапсырма келеді. Житақ тапсырма, и то олар тек бір жауаптылықтарда ғана келеді. Сондықтан керек емес, керек сұрақтарды, тапсырмаларды орындау керекпіз. В общем, көмірсутектер, оттекті органикалық қосылыстар, жаңағы спирттер, карбон қышқылдары, альдегидтер, майлар деген сияқты. Келесі көмірсулар, жаңағы не бар ішінде? Глюкоза, фруктоза, сахароза, крахмал, целлюлоза, азотты органикалық қосылыстар, амин қышқылдары, нәруздың денатурациясы. Сосын жаңа не бар? Нәруздардың әртүрлі құрылымдары, бірінші реттік құрылым, екінші реттік құрылым дегендер бар ғой. Солар синтетикалық полимерлер, жалпы полимерлер жайлы толық ақпараттар осы жерде, жаңа мұнайдың алынуы деген сияқты. Енді өте көп тақырыптар мына жақта жазылмаған, андай не тақырыптар, мысалы жаңа не бар? Кокстеу, не деп айтады еді? Көміртек, в общем, жалпы көмірді кокстеу, не деп айтады еді? Бірдеңе деп айтады тақырыбын. Короче, кокстеу бар, кокстеу деген тақырыптар бар, мысалы қосылмаған, жазылмаған. Но келмейді емес, олар 100% келеді. 100% келеді. Енді толық зерттейміз, нақтылаймыз, қараймыз, ұбыт сұрақтарын көреміз, қаншалықты жазылмаған тақырыптар келіп жатыр, келмей жатыр деген сияқты. Әзірге енді просто не істей береміз, оқи береміз. Мына жақта есептерде не, как там, мен қуанып отырмын, мына жақта кәдімгідей есептер өте жақсы жазылған. Өте жақсы беріліп жазылған. Мына жақта қараңдар. Ең бірінші, мысалы H2SO4-тің құрамындағы сутектің, күкірттің, оттектің массалық үлестерін табу, керісінше солардың массалық үлесін табу арқылы ол H2SO4 па, мысалы H2SO3 па, или мүлдем ол алеум ба, мысалы H4S2O7 деген зат па деген сияқты олардың формуласын табу. Келесі обычный стихиометрия, зат мөлшері, ерітінді, малярлық концентрация, егер біреуі артық болса деген сияқты, анау зат кімде аз зат мөлшері деп есептейтін едік қой солай. Теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы шығым, анау Авогадро саны, қайттан концентрацияны жазып қойыпты не екенін, сөйтіп опять же стихиометрия обычный, сосын не бар бізде? Жылдамдық почему-то жазып қойыпты, өте артық мына жерге. Химиялық реакция жылдамдығын почему-то. Короче, біткен ғой. Бізде химиялық реакция жылдамдығы, химиялық тепе-теңдік дегендердің именно анау тепе-теңдік константасына берілетін есептер бар ғой. Соларды типа есепке жатқызып қойған. Солардың теориясы бар и есебі бар ғой. Соларды есеп қатарына жатқызып қойған екен. Көрдіңдер ғой. Параллель реакциялар, алеум, орын басу, пластинка. Все. Параллель, олеум, не бар, қоспа бар, оны уайымдамай қойсыңдар болады. Бір жақтары жазылған, короче, қоспа. Келесі жану өнімдері бойынша, жалпы есептерден бізде қанша келеді? Есептерден бізде 9 тапсырма келеді, 9 сұрақ келеді. Оның 8-і бір жауаптылықтарда, и біреуі 40-шы сұрақ болып олеум болып келеді. Олеум 2 рет келуі мүмкін, но 1 рет ол точно келеді, именно 40-шы сұрақ болып көп жауаптылықта ең соңғысы. Жану өнімдері бойынша, ол тоже белгілі бір белгісіз зат жанды, и жану өнімдері бойынша сен сол белгісіз заттың химиялық формуласын анықтайды екенсің. Осындай жалпылама, именно мына жақтағы оқыту мақсаты дегендегі мини тақырыпшалардағы тақырыптардың барлығын негіз қарап шықтым. Өте көп нәрсе қосылмаған, ішіне қосылмай жарылмай кеткен нәрселер қырғын, өте көп. Ол нәрселер қайсысын бірін айта беретінімді білмеймін, бірақ олар келмейді деген сөз емес. Олар жалпы айту мүмкін, типа біз тотығу-тотықстану жалпы электролизді мына жаққа көрсетіп кеттік қой, так что или там жаңа химиялық реакциялардың жүру заңдылықтарына жалпы ол кіреді ғой деп естеу мүмкін, айта салу мүмкін. И ішінде қателер өте көп. Опечаткалар, нелер, дұрыс емес нелер, тақырыптарды қате бөлімдерге, тақырыптарға, мақсаттарына қате кіргізіп жіберген дейтін нәрселер өте көп. Так что өте қатты қарамаймыз, но жалпы түсінгеніміз бойынша электрондық иондық баланс әдісін толығырақ дұрыстап оқу керек, ол нәрсе келеді деген сөз. И енді дұрыстап жүйелеп дайындалғымыз келетін болса, осы ішіндегі тақырыптардың барлығын дұрыстап меңгереміз десек, енді сендердің бастарында қазір өте көп нәрсе каша болып жатқан шығар, и сендер үшін біздің өзіміздің неміз бар, сендер үшін біздің өзіміздің арнайы қосымшамыз бар.
біздің арнайы қосымшамыз бар. Вот осындай междунами химия онлайн kz. Бұның междунами химия деп несін скачать алсаңдар да болады. Обычный приложениеден, яқтан iPhone болсын, Android болсын, барлығында бар. App Store, Google Play-лерінде. Вот сол жақтан, осы жақта біздің курстарымыз өтеді. Осы жақта бізде не бар? Как там? Сендер үшін ашып қойған өзіміздің тегін тесттеріміз бар. Если что біздің тегін тесттеріміз бар. Яқта енді өзіміздің курсымыз жайлы бір кішігірім ақпарат айтып кетейін. Бізде биологиядан Берік ағайларың, тоже ОБТ эксперті, өте мықты маман. Мұндақта менде доступ жоқ, оны көрсетіп кетейін десе, мынау химия курсын сендерге көрсетіп кетейін қазір. Давайте. Мазмұны бойынша осылайынан сабақтар бізде 5 бөлім тұрады. Биорганика, органика, биметалдар теориясы, металдар теориясы и жаңа формат деген секілді. Вот, осылайынан. Енді сендерге органиканы көрсетіп өтейін. Мысалы, органикаға, алкандар, циклалкандар, допустим. Осы сабағы. Алкандар, циклалкандар. Так. Сәлем. Так, міне. Жалпы сабақтың качествосын көріп тұрсыңдар деген ойдамын, иә? Сабақтың сапасын қандай екен? И дальше ары қарай несіне өтесіңдер? Дәл осының тестіне өтесіңдер. Тесті міне. Осыған байланысты сендер үшін қосымша нелерде беріледі? Қосымша тесттерде беріледі бұл жақтан. Көрдіңдер ме? Қосымша тесттерде тағы да группаға жіберіледі. Енді бізде тағы не нәрсе бар? Бізде тағы бұл жақта тесттер деген бөлім бар. Ол тесттерде сендер үшін тегін не ашылып тұр? Тегін нұсқалар ашылып тұр. Нөмір 2-ші нұсқа қазақша. Допустим, бастадық. И мына жақта бізде 40-ші сұрақта көп жауаптылық. 33-ші сұрақ ол бізде сәйкестендіру. Сәйкестендірулер, как ұлттық тестілеу орталығындай. И мына жақта 26-дан бастап бізде контекст. Контексттік сұрақтар. Контексттің өзі, и мына жақта несі сұрағы. Дәл осындай контексттер, как неде келетіндей, нағыз ұбытта келетіндей. И дәл солай бізде конспекттер де бар. Конспекттер, мысалы, міне оқушылардың конспекттер сендер үшін ашып қойдым. Алкан және циклалкандар. Біріншіден бастап көрсетейін, міне. Дәл осылайынан өзіміздің оқушыларымыз алып нені толтырған? Бүкіл сабақтарды толтырған. Тағы бір оқушына қарайық, мысалы. Мынау бөлек сурет ретінде жіберіпті бұл оқушы. Жалпы осындай дайын конспектілеріміз бар сендер үшін. Мысалы, фенол, пирокатехин, резерцин, гидрохинон деген атаулар білесіңдер ғой барлықтарың, Так, арендер, бензол, толуол деген секілді дәл осындай біздің дайын конспекттеріміз нелер бар. Мына оқушы даже өзінің мұрнынан қанша сабақ оқыпты. Так. Енді тіркелем деген оқушылар болса, біз осы описанияға немесе комментарийға өзіміздің менеджер нөмірін қалдырып кететін боламыз, немесе жазып алсаңдар болады 706-809-10-10. Осы жаққа кіріп, біздің курсты алғыларың келсе, менеджерге жазып, толық ақпарат сұрасаңдар болады. Барлықтарын жақсы көрем, сабақ ұнады деген ойдамын. Байланыста болған қуаныш ағайларың, қош сау болыңдар.